Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Сіздермен бірге Саулық тайм рубрикасы бақыт лайв арасында. Біздің подкасттың бүгінгі эпизоды балалардың денсаулығы мен дамуының маңызды аспекттерін қарастырады. Менің атым Асет, және мен сізді осы қызықты әңгімеге қарсы алғаныма қуаныштымын. Баланың денсаулығына қамқорлық жасау ата-аналар мен тәрбиешілердің басты міндеттерінің бірі. Бірақ баланың денсаулығы нақты нені қамтиды және оның дамуының қандай аспектілерін ескеру керек? Бірге бүгін оны түсінуге тырысайық. Бала денсаулығының бірінші және ең маңызды аспектілерінің бірі дұрыс тамақтану. Бұмен сіздер келісесіз деп ойлаймын. Бүгін өкінішке орай жиі ата-аналар балаларды дұрыс тамақтандырмайды және де уақытылы тамақтандырмайды. Өсу және даму кезінде балаларға дәрумендерге, минералдарға және ақуыздарға бай әр түрлі және қоректік тағамдар қажет. Оларға жемістерді, көкөністерді, дәнді дақылдарды, сүт өнімдерін және ақуызды тағамдарды қамтитын теңдестірілген тамақтануды қамтамасыз ету маңызды. Ата-аналар енді бүгін балаларға қамқорлық көрсетеміз, олар киіндіреміз, тамақтандырамыз, болды дейді, жетеді деп. Мен сені сүйем деп аз ата-аналар айтады бүгін. Бір көрген фильмде бір үзінді көрген үзінді есімде қалды. Баласы әкесіне айтады: "Әке, сен неге маған ешқашан мені сүйем деп айтпайсың?" дейді. Бірде бір естіген емеспін дейді. Және де неге сен мені сүймейсің дейді. Әкесі айтады: "Неге мен сені сүйем керек? Мен сені бұл дүниеге әкелуге көмектестім бе? Көмектестім. Тамағың тоқ па? Тоқ. Киіндірдің ба? Киіндірдім. Оқуыңды оқытып отырмын ба? Оқытып отырмын. Тағы не керек саған?" деп. Бұл өкінішті, рас. Балалардың бәрін жаңағы әкесінің бәрін атап өткен бәрі дұрыс. Тамақтандырады, оқуын төлейді, киіндіреді. Бірақ бала ақыл ойы, санасы, өзіне деген енді сезімі толық болу үшін ата-ананы сүйіспеншілік көрсету керек. Жай ғана өзінің міндетін орындап қана қоймай. Сол секілді бүгін ата-аналар ойлайды: балаларын тамақтандырдым, жетеді, болды. Ал қандай тамақпен тамақтандырғанның ол жері ойланбайды. Аз ата-аналар ойланады. Сонымен балалар денсаулығының екінші маңызды аспектісі физикалық белсенділік. Тұрақты жаттығулар жүрек қан тамырлары денсаулығын сақтауға, бұлшықеттер мен сүйектерді ыңғайтуға және салмақты сақтауға көмектеседі. Балалардың ашық ауада ойнауға және спортпен шұғылдануға жеткілікті уақыт алу маңызды. Сондықтан балаларға анда-санда дене шынықтыруды үйрету керек. Көп артықшылық істеп қоймау керек, бұл жерінде маңыздысы. Мен де енді жастайым есімде үлкен кісілер айтып жүрді: "Ой, балам, сенде кезіңде біз бүйтіп мынандай көтеретінбіз, бүйтіп істейтінбіз" деп. "Қазір сендер жастары кішкене әлсірегенсіңдер" деп. Бұл біздің уақытта. Ал қазіргі уақытта ше. Кейбір жастар арасында да қолында ұялы телефонның басқа ештеңе көтермеген, бұл айтқан кезде. Дүкенге барып келуге, мысалы, көп нәрсені істемейтін да, үй шаруашылығын. Бұл дұрыс па, бұрыс па, қалай ойлайсыздар ата-аналар? Пікірлеріңізді бейнежазбаның астына комментарий қалдырып кетсеңіздер. Өйткені менде қазір уақыт сондай ма, или адамдар сондай болып кетті ма, балаларын қатты айды. Менде балаларын жақсы көру керек, сүю керек, бірақ қолдарының келген нәрсені істеу керек қой. Еңбек ету керек, үй жинау керек. Мысалда қыздарды арнайы қыздар не білу керек, соларды үйрету керек, ер адамдар не білу керек, соны үйрету керек. Түсінем, кейбір өкінішті орай жанұяларда не әкесі жоқ, не анасы жоқ. Сондай жағдайда, кейбір жағдайларда екеуі де жоқ. Енді қолдан келгенше бәрін істеу керек. Балаларда да мүмкіншілік бар. Кішкентай кезінен арнайы кітаптар оқып, өзін дамытуға. Балалар денсаулығының тағы бір маңызды аспектісі ұйқы және демалу. Балаларға дененің дұрыс дамуы мен жұмыс істеу үшін жеткілікті ұйқы қажет. Ұйқының болмауы әртүрлі мәселелерге, соның ішінде есте сақтау қабілетінің, зейіннің және мінез-құлықтың нашарлауына әкелуі мүмкін. Сондықтан не үшін мен де қайтадан кішкентай кезіме оралатын болсам, сағат 10-да жатқызатын бізді. Болды. Балалардың уақыты бітті.
ұйықтау керек деп. Үлкендер неге жатпайды деген кезде үлкендер олар кейіндер ұйықтауға болады. Балалардың уақыты оңға дейін деп. Сөйтіп олар енді таңғы 6-7-ге дейін ұйықтайтын балалар. Енді сол кезде 10-нан бастап олар толық тынығып, толық ұйықтап күш қуат алады. Сондықтан кей балалар түсте де ұйықтайды. Бұл маңызды. Ақырында әртүрлі аурудың дамуын болдырмауға және баланың денсаулығын дұрыс деңгейде ұстауға көмектесетін тұрақты медициналық тексерулер мен вакцинацияларды ұмытпау керек. Ата-аналар мен қамқоршылар вакцинация кестесін қадағалап, баласын қажетті екпелермен қамтамасыз ету керек. Әрине, тыңдаушыларымызға пайдалы болуы мүмкін балалардың денсаулығы мен дамуының бірнеше қосымша аспектілерін қарастырсақ. Балалар денсаулығының маңызды аспектілерінің бірі жақсы гигиена сақтау. Өкінішке орай балалар кейде таңертең тісін жумайды, кейде кешкі жумайды. Тағы да сол секілді енді гигиеналық жағдайларын айта берсек көп шыға береді. Тамақтаналар алдында және дәретханаға барғаннан кейін қолды үнемі жуу инфекциялар мен аурулардың таралуын болдырмауға көмектеседі. Балалар жиі қолдарын жуа ма? Қалай ойлайсыздар? Сондай-ақ денені таза ұстау балаларды тістерін дұрыс тазалауға және теріні күтуге үйрету маңызды. Балалар денсаулығының тағы бір маңызды аспектісі қауіпсіздік. Ата-аналар мен тәрбиешілер балалар үшін үйде де, сыртта да қауіпсіз ортаны қамтамасыз ету керек. Бұған автокөлік орындықтарын дұрыс пайдалану, құлау мен жарақаттанудың алдын алу және балаларға қауіпсіз мінез-құлық ережелерін үйрету кіреді. Балалардың денсаулығы мен даму үшін ойын белсенділігінің маңыздылығы да ұмытпау керек. Ойындар мен ойын-сауық физикалық дамуды ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік және тынымдық дағдыларды дамытуға көмектеседі. Балаларды әртүрлі ойын материалдарымен және белсенді ойын мүмкіндіктерімен қамтамасыз ету маңызды. Балалардың денсаулығы мен дамуының тағы бір маңызды аспектісі сөйлеу және қарым-қатынас дағдыларын дамыту. Ата-аналар мен тәрбиешілер балалардың тілдік қабілеттерін дамытуға, олармен қарым-қатынас жасауға және кітап оқуға ерекше назар аудару керек. Құрдан босқа ойнай бермей, әрқайсының өзінің орны болу керек. Ойнаудың да, ұялы телефонның да, қыдырудың да, бірақ өзін дамытатын тәсілдерді орындау керек. Бұл кітап оқу. Бұл олардың сөздік қорын, сөйлесуді түсінуін және өз ойларын білдіру қабілетін дамытуға көмектеседі. Балалардың денсаулығы мен дамуының соңғы, бірақ маңызды аспектісі күн тәртібі мен өмір салтын сақтау достар. Тұрақты тамақтану, ұйқы және белсенділік режимдері балаларға сенімді және теңдестірілген сезінуге көмектеседі. Балаларға ыңғайлы және қауіпсіз сезіну үшін тұрақты және болжамды жағдай жасау маңызды. Қорытындай келе, балалардың денсаулығы мен дамуына қамқорлық жасау ата-аналардың, қамқоршылардың және жалпы қоғамның алдында тұрған маңызды міндеттерінің бірі екенін айтқым келеді достар. Есіңізде болсын, әр бала ерекше және оның денсаулығы мен дамуына және көз қарасты қажет етеді. Назар аударғаныңыз үшін және уақыт бөлгеніңіз үшін рахмет айтқым келеді достар сіздерге. Балалардың денсаулығы мен дамуының осы қосымша аспектілері кішкентай балаларыңызға дені сау және бақытты балалық шақты қалай қамтамасыз ету керектігін жақсы түсінуге көмектеседі деп үміттенемін. Жаңа кездесулерге дейін және сау болыңыздар.